шииттерді білесіздер, ең адасқан топтары тіпті пайғамбар алейхиссаламды да мойындамайтындары бар. Жабыройыл адасып кетті, кімге алып келді дейді? Әли, Құдай сақтасын. Алиді алавиттер Құдай дейтіндері де бар. Ал шииттер хадисті мойындамайды. Одан біздің қорқатын нәрсе, олармен ортақ бола тұрған нәрсе, олар тасауып, оларды өте жоғары. Тасауып. Біз мына сопылықты үйренем деген нәрсе адамдар Құран мен сүннадан тайып кетсе, шиит болып кетуіне өте оңай болады. Оларда батния деген не бар, жамааттар бар жаңа. Біздің әзірге олар келіп, біздің жас мынау ағымдарға көбінесе сәләфит ағымдарына біздің жақсы өспірім, ақылы тоқтамаған, солар ерсе, ертең шииттерге бізде әдебиетті құмар болған сол қауым кетеді. Аз имамдарға өте бізге үлкен сынақ болайын деп жатыр. Мынау жаңағы кешегі Исматулланың да басқаның да нелері, әзір олар біліп тұр, шәкірттерін Түркияда басқа жерде оқытып жатыр. Бізде көп мынау нелер жаңағы әдебиет қауымы дейміз ғой. Әзір сараптау бөліміне кітаптар келіп жатыр. Бәрі өтірік. 120 қисса бар екен. Қазақ даласында не қылған. Өте бір тәтті қиссалар, бірақ бәрі өтірік. Сол шииттерден келген нәрсе. Бір соғыстарды айтады, Құдай-ау, өмірі пайғамбар алейхиссаламның кезінде, сахабалардың кезінде ондай соғыс болмаған. Зухруп деген соғыс болыпты. Білмеймін қаяқтан болды. Ол келеді да Омарды лақтырып береді. Омар қорқып пайғамбар алейхиссаламның несіне келіп тығылып қалады жаңағы. Али барады да оның басын алып тастайды ана нені. Қандай әйтеуір, ол жерде Абу Бәкір қорқып қалады, Омар қорқып қалады, Усман қашып кетеді. Несінің бәрі сондай жаңағы. Қаралау да қаралау балалар. Али тек қана жаңағы. Кесікбас қиссасы бар. Анау қисса. Бір кісіде Шымкентте не бар? Оны да жинап, оны да біз семинар қылып, мына жерде бәрі қате екенін халыққа түсіндіруіміз керек. Әдебиет қауымы білесіңдер, әдебиетке берілген адам сезім, ол ақыл істетпейді. Оны мақыл деп топ болған жығылады ертең. Ол мына жердегі көшедегі базарда араба сейдеп жүрген олармен ісі жоқ олар. Сол жақта миға қарай олар жүгіреді, миға қарай. Мына өлең өзі мысалы айтамыз бізде. Рахатқа бөленіп кімдер бір өмір сүрмеген, Тас Сүлеймен пайғамбар жер көкті билеген. Рүстем дастан Әлишер ерегіскен жауы күйреген дейді. Әлишер тура жарайды, Али. А Рүстем мен дастан бізге керегі не ол бізге? Ол біздің батырлар емес қой ол. Бізге алпамыз қобыланды Әлишер десе, түрік тілдес халыққа. Бұл жерде мен фарсылар жамандап жоқ ба? Соның ішіндегі нелер? Шииттер. Абу Ханифа рахматулла алейхтің өзі фарсы болған. Бұл жерде нация болып тұр жоқ. Бұл жерде не болып тұр? Ағым болып тұр. Біз жаңағы айтқан 10 кітапқа жақсылап болсақ, біз шииттен де, басқа ағымдардан да біз оны не қоламыз? Қорғап қаламыз иншалла.